Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Семей көлік колледжінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Мукашева Эльмира Мукашевнамен. Бүгін біз сіздермен мемлекеттік тілде іс қағаздары жүргізу пәнінен номер 20 сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы сенім хат, қол хат. Сабағымыздың мақсаты теориялық материалдарды тәжірибе жүзінде қолдана білуге үйрету, құжаттарға қойылатын талаптарды толық игеру, жалпы іс қағаздарын мемлекеттік тілде сауатты, таза жаза білуге үйрету, сонымен қатар логикалық қабілеттерін дамыту, болашақта мамандық бойынша толтыра білу. Сенім хат дегеніміз сенім білдірілген тұлғаға сенім білдіруші атынан қандай да бір іс-әрекетті жүзеге асыруға құқық беретін құжат болып саналады. Сенімхат ресми іс-қағаздар түріне жатады. Енді осы сенімхаттың екі түрі болады. Мекеме атынан берілетін ресми сенімхаттар және жеке тұлға атынан берілетін жеке сенімхаттар. Енді осы сенімхаттың екі түріне жеке тоқталатын болсақ, ресми сенімхаттар мекеме өкіліне сол мекеме атынан мәміле жасауға, материалдық құндылықтар мен ақша алуға немесе басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін беріледі. Ресми сенімхаттар мекеме бланкісінде ресімделеді. Ресми сенімхаттар арнайы бланктерде ресімделеді екен. Ал жеке сенімхаттар жеке тұлға атынан беріледі. Онда сенім білдіруші сенім білдірілген тұлғаға өзінің орнына жалақы, жәрдемақы, зейнетақы құжаттар алуға, өтініш жазуға, қол қоюға, пәтерді сатуға, сатып алуға, көлік жүргізуге, банктердегі есептерді алуға, барлық мекемелерге жүргізуге, сот мекемелерінде оның өкілі болуға құқық бере алады екен. Ол жеке сенімхаттар, ол жеке тұлға атынан беріледі. Сенімхаттар белгілі бір мерзімде беріледі. Егер оның мерзімі көрсетілмесе, берілген күннен бастап 1 жылға дейін өз күшінде сақтайды. Ал егер берілген күні көрсетілсе, мерзім аяқталуына байланысты өз күшін жояды. Сенімхаттар нотариалдық кеңседе куәландырылады. Нотариустың қолы қойылып, кеңсенің мөрі басылады. Арнайы нотариалдық түрде бекітіледі екен мөр арқылы. Енді осы сенімхаттың құрылымы: құжат аты, жазылған жері мен күні, құжат мәтіні, сенімхат берушінің және сенімхат алушының тегі, аты жөні, мекен жайы, ұйым мөрі басылған, жазылғандарды растайтын жазба болады. Бұл жалпы сенімхаттың құрылымы. Осы бойынша толтырамыз. Ал мынау сенімхаттың үлгілері. Көріп отырғандай, үлгілер арнайы бланктерде жазылады. Осы бланктер түрлерін оқулықтан қарап, өзіміз сенімхат үлгілерін толтырамыз. Енді біздің келесі тақырыбымыз қол хат. Қол хатта ресми қағаздарының бір түрі. Қол хат белгілі бір құндылықтарды, ақша, құнды заттар, зергерлік бұйымдар, тағы басқаларын алған, оның белгілі бір мерзімде қайтарып беруге куәландырылып, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін ресми іскери құжат болып саналады. Яғни ақша, құнды зат, мүлік, зергерлік бұйымдарды алып болады екен. Қолхат әлдекімнен не мекемеден белгілі бір мерзімге алынған құндылықтарды уақытында қайтарып беруге кепілдік береді. Белгілі бір құнды заттарды алсақ, соны қайтарып беруге кепілдік беретін құжат болып саналады. Сонымен қатар қолхат мүлікті немесе бағасы төмен заттарды уақытша пайдалану қатынастарын ресімдейді. Сондықтан бұл құжат негізінен жекеменшіктік қатынастарда жиі қолданылады. Яғни жекеменшіктік деген арнайы мекемелерде өзара осы қолхат түрін көп қолданады екен. Қолхат нотариалды түрде не мекеме басшысының жеке қолы арқылы куәландырылады. Яғни нотариус пен сол мекеме басшысы арасында қолданылады. Егерде нотариус немесе мекеме басшысы куәландырмаған қолхаттың ол заңды күші болмайды. Егерде арнайы түрде, заңды түрде куәландырылмаса,
ол құжат заңсыз болып саналады екен. Осы қолхат мәтіні келесі мәліметтерді қамтиды. Ол кім жазып отыр, қайтарып беруге міндеттеме, кімнен жазып отыр және нені алғандығы көрсетіледі. Бұл осы құжат мәтінінің негізгі қарастыратын мәліметтерді. Құжаттың құрылымы, ол құжат аты, құжат берілетін адамның қызметі, тегі, аты жөні, ақша немесе құнды заттардың аты, құны, уақыты мен қолхат берушінің қолы қойылады. Бұл арнайы осы қолхат жазғанда қолданылатын құрым. Осы құрылым арқылы біз құжат түрін толтырады екенбіз. Енді сіздерге қолхаттың үлгілерін көрсетіп отырмын. Өздеріңіз көріп отырғандай, тоже арнайы бланктерде және қолмен жазуға да болады екен. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе сіздерге тапсырмалар, оқулық арқылы тапсырмалар беріледі. Сенімхат тақырыбында және қолхат тақырыбында өздеріңіздің қолдарыңыздағы оқулықтар арқылы берілген тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасайсыздар. Бүгінгі біздің өтілген тақырыбымыз сенімхат және қолхат. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Осы берілген тапсырмаларды үй тапсырмасы ретінде қарастырасыздар. Сонымен қатар орындап, кері байланыс жасайсыздар. Үйге осы дәрістің бәрін білу, кері байланыс жасау, берілген оқулықтардағы беттер бойынша тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.